Hi everyone. Енді біз future simple туралы нақты түсіндіретін боламыз, қарапайым тілмен. Бұл келер шақ. Бұл яғни болашақта болатын іс-әрекет туралы айтқан кезде сіз осы future simple'ды қолданасыз. Бұның жасалуы өте былай айтқанда ең оңай шақтардың бірі. Бұл болашақта болатын іс-әрекеттерден бөлек, will'ды, future simple'ды біз we use when you have just decided to do something. Бір шешімді болашақта жасайтын нәрсеңді сол уақытта былай айтады ғой, спонтанно дейді ғой, спонтанно тікелей қабылдаған кезде will'ды қолдансаңыз болады. Мысалға, oh, I have left the door open. Есік ашық қалыпты. I will go and close it. Мен барып оны жауып келейін. Бұл жерде сіз бір жоспар құрып, бір нақты бір бұрыннан бері жоспарлап өтпес, отырасыз да мен барып есікті жауып келейін деген кезде қолданса болады. Одан бөлек prediction, болашақ туралы бір нақты жоспарланбай, бір болжам болған кезде сіз осы future simple'ды қолдансаңыз болады. Енді бұны нақтырақ қарапайым енді өзіміздің тілмен түсіндірейік. How to form this tense? Жалпы future simple it is really easy. It is really easy and simple. It is really easy and simple. Бұл шынымен де өте бір оңай және қарапайым шақтардың бірі. Жасалуы да өте оңай. Бұл жерде осы шаққа байланысты алдын ала тағы да бір тапсырма беріп қояйын. Өздеріңіз кейін жасап көресіздер. Ертең не істейсіздер? Немесе келесі жылы не істейсіздер? Сол туралы осы шақты қолданып жазсаңыздар болады. Енді оны мысал ретінде көрейік, өзімізге түсінікті болу үшін. Мысалға айтайық, I see it. Қалай аударылатын еді? I see it. Мен көремін, I see it. Енді айтайық, мысалға, мен оны көремін. Болашақта деп айту үшін сіздер затесін бастауыштан кейін сіздер will'ды қосасыздар. I will see it. Бұл болашақ мағынасына кетеді. Мен оны мысалға ертең көремін. I will see it tomorrow. I will see it next month. Мысалға. Мысалға айтайық, мен үй жұмысын жасаймын деген қалай еді? I do my homework. Үй жұмысымды жасаймын. Homework. I do my homework. Мен үй жұмысымды жасаймын. Күнделікті әдетте мен үй жұмысын жасаймын. Енді бұл айтқымыз келсе, мен ертең жасаймын. Немесе енді алдыға уақытта, болашақта жасаймын деп айтқымыз келсе, тек қана бұл жерде сіздерге керегі, мына жақта көрсетіп қойдым, бастауыштан кейін will'ды қойсаңыздар, сіздердің болашақ мағыналы сөйлемдеріңіз дайын. Сонда I will do my homework. Мен үй тапсырмасын жасаймын. Болашақты мағынада кетеді. Немесе тағы да бір мысал келтірейін. Мысалға, we learn English with JetEd. Мысалға, біздің курспен оқып жатырсыздар, Мысалы айтасыздар, мен ағылшын тілін JetEdпен оқимын. I learn English with JetEd. Енді әлі бізге қосылмай, біздің курстарды оқымай жатқан адамдар бұл айту мүмкін, айтса болады. Болашақта I will learn English with JetEd. JetEd. Осы жерде кейбіреулер не үшін JetEd деп сұрайды. Jet деген негізі истребитель деген мағынаны білдіреді. Білесіздер, өте жылдам ұшақты айтады. Ed деген education, білім, жылдам білімге деген, өте жеңіл түрде түсіндіретін білімді ұсынуға біз әрдайым дайынбыз. So, I will learn English with JetEd. So, how to form this tense? It is really easy and simple. I see it. I will see it. I do my homework. I will do my homework. For example, tomorrow or in the evening. Болашақта, We'll learn English with JetEd. I will learn English with JetEd. Жақсы. Жалпы бұл жерде айтатын нәрсе осы. Болашақ туралы айтқыңыз келген кезде сіздер етістіктің алдына will'ды жалғайсыздар, сіздердің сөйлемдеріңіз дайын. Бұны кесте ретінде көрсетейін сіздерге. How to form future simple. Here are the pronouns. Есімдіктер. Бұны орнына зат есімді қойсаңыздар болады, кез келген, адамның атын қойсаңыздар болады. I, әдеттегідей, мен, you, сен, we, біз,
they олар, he, she, it, ол деп, he деп олға, she қызға, it затқа айтады. Одан кейін willді қоясыздар да кез келген етістікті қоясыздар, сіздердің сөйлемдеріңіз дайын болады. Мысалға, ол ертең келеді. He will come. Келу, Ол ертең үйге барады. She will go home. Бітті, болды, оңай, Енді қазір сөйлемдерді мысал жазбас бұрын, әдеттегіде осы future simple мен келешақпен келетін time markers, яғни уақытты көрсететін дабыл сөздер бар. Мысалға, tomorrow, ертең, the day after tomorrow, ертеңнің арғы күні, Past simple'да қалай еді, кешен арғы күні деген? The day before yesterday, кешенің арғы күні деп айтқыңыз келсе, the day before yesterday деп айтасыз. Мынақта next week, next month, next year. Next деген жалпы келесі деген қосасыз да, одан кейін апта, ай, жыл деген қоссаңыз, онда келесі жылы, келесі ай деген шыға береді. Soon, жақында. Енді екі кестені мұнда қойып қойдым, міне, мынау болымды түрінің жасалынуы және уақытты білдіретін дабыл сөздер. Мысал ретінде айтайық, мысалға, мен ертең кинотеатрға барамын деп қалай айтамын? I will go. I will go. Мен барамын. Сөйлемдеріңіз түсінікті болды. I will go. Енді кинотеатрға деген кезде ға деп айту үшін бізде to-ды алдына жалғайды. I will go to the cinema. I will go to the cinema. Енді мынау дабыл сөздерді соңынан қоясыздар. Қашан барасыздар? Tomorrow. I will go to the cinema tomorrow. I will go home tomorrow. I will come tomorrow. Солай сөйлемді құрастыра берсеңіздер болады. Тағы да бір мысал айтайық. Мысалға, мен үй жұмысын, мысалы, ертең демалыс күні, жексенбі, айтасың, мен оны арғы күні жасаймын деп айтқыңыз келсе, біз деп айтайық, мысалға. We will do homework the day after tomorrow. The day after tomorrow. Жақсы. We will do homework the day after tomorrow. Біз үй тапсырмасын, үй жұмысын ертеңнің арғы күні жасаймыз деген мағынаны білдіреді. Одан кейін келесі тағы да мысал келтіреді. Мысалға, сен оны ертең келесі жылы көресің. Мысалы, бір досың алыста тұрады, айтасың, you will see. Қараңыздар, етістіктің алдына willді қостым, сөйлеміміз дайын. You will see him next year. Next year. You will see him next year. Сен оны келесі жазда көресің. Бізде соңына келеді етістіктер. Бұларды басында міндетті түрде зат есім, одан кейін етістік. Келесі шақта ғана willді қосасыздар оның алдына. Одан кейін қараңыздар. Осы шақта немесе өткен шақта, осы шақта he, she, itқа сіздер етістікке s жалғайтын едіздер, соны шатасып кетеді, кейбіреулер ұмытып кететін еді. Бұл жерде сіздер ештеңе ондағы бас ауыртпайсыздар. Жаңа айттым, бұл өте оңай шақ. He willді қосасыздар да. He will help us. Бізге. He will help us. Ол бізге көмектеседі. Бұл жерге s жалғап, немесе өткен шақтағыдай болымды түрінде сіздер ed жалғайсыздар, немесе екінші форманы жаттау керек болады. Бұл жерде онда ешқандай қиындығы жоқ, тек қана willді қоса саласыздар. Сонымен сіздерде дайын. Немесе тағы да айтайын, тағы да бір мысал. Soon, жақында дегенге жазайық, They will come soon. They will come soon. Олар жақын арада келеді. Soon деген жақында деген сөз. Болашақ мағынаны білдіреді. Немесе тағы айтайық, she мен жасайық. She will study in Алматы. Алматыға оқуға түскісі келіп жүргендер болса, университетке 11 классқа тұрғандар болса, she will study in Алматы next month. Мысалы айтын, келесі айда уже ол оқуы мүмкін Алматыда. Осындай жалпы. Бір қайталап шығайық. More examples. More деген, бұл жерде айтпаппын, more деген көбірек деген сөз. Көбірек ақша керек десеңіз, I need more money. Көбірек уақыт, I need more time. Мынақта more examples, көп мысалдар. I will go to the cinema tomorrow. We will do homework the day after tomorrow. You will see him next year. He will help us. They will come soon.
She will study in Almaty next month. иә түсінікті деп ойлаймын. иә қалай болашақ туралы болымды сөйлемдер жасайтынымызда. енді ары қаратай біз болымсыз түріне кетейік. иә мен бармаймын, жасамаймын, келмеймін үйге деп айтқыларыңыз келсе, ол да өте оңай. Сіздер will'дан кейін not жалғай саласыздар. Мысалға мен үйге мен ертең бармаймын сабаққа, мектепке. I will not go. Мен бармаймын. Ол ертең келмейді. He will not come. Ол ертең келмейді. иә бұл жерде де өте оңай. Мысал ретінде мысалда көрейік, және тағы да бір қосымша бір нәрсе айтып кетемін. Сондықтан мұқият тыңдап отырыңыздар. Мысалға айтайық, бірінші болымды сөйлем жасалайық. Мен жасаймын. I will do it. I will do it. Енді мен жасамаймын деп айтқымыз келсе, қалай айтамыз? I will not do it. Көрдіңіздер, иә? Етістің алдына will not қосыздар болды. Тағы да мысал келтірейік. Біз Лондонға барамыз. Болашақ туралы жаңа айттым, болжаған кезде. Болжағанда қалай? Нақты бір пландарым жоқ, бірақ болашақ туралы айта бересіздер мысалға. Мен Лондонға барамын, мен Америкаға барамын деп былай айтқанда армандап айта береміз. We will go to London. We will go to London. Мына жерде бірден жасадым. We will go to London. Енді бармайтын болсақ, не істейміз? We will not go to London. London. Жақсы. Ол ертең келеді деп қалай айтамыз? Дұрыс. He will come. He will come tomorrow. He will come tomorrow. Енді ертең келмейтін болса, he will not come tomorrow. He will not come tomorrow. Ертең келмейді ол. Осы жерде сіздерге айтып кеткім келетіні, қараңыздар, бұның қысқаша түрі will not деп әдеттегідей сөйлеп жатқан кезде сіз өйтіп тұрмайсыз. I will not do it деп қысқаша түрде айтады барлығы. Won't болды. Won't. Осыны жаттап алсаңыздар болады. Мына жағының төбесіне жазып қояйын. Will not дегеніміз бұл қысқаша түрде қысқарған түрі бұл won't болады. I won't. Мысалға, I won't do it. Немесе we won't. We won't. We won't go to London. He will come tomorrow. Ол келмейді деп айтқымыз келсе, бұл жерде won't. Мысалға, he won't come tomorrow. He will not come tomorrow деген орнына he won't come tomorrow. Бұл жерде сіздерге тағы да бір айтып кететін нәрсем, сіздер want пен want екеу былай айтқанда айтылуы бірдей, айтылуы жағынан бірдей болады да, бірақ екеу екі түрлі нәрсе. Соны шатастырмаңыздар. Want деген қалау. Мысалға, айтқыларыңыз келеді. I want to dance. Мен билегім келеді. I want to dance. Естеріңізде болсын, екі етіс қоя, dance билеу, want қалау. Сондықтан ортасын want to мен бөлесіздер. Ал мен жерде айтасыз, мен билемеймін. I won't dance. I will not dance деген сөз ғой бұл жерде. I won't dance деген мағынада қолдансаңыздар болады. Немесе тағы да келтірейін. I will help. I will help. Мына жерде де бағана айтпадым сіздерге, мына жерде қысқартып айтса болады will дегенді болымды түрін. I'll help. I'll help. Көмектеспеймін деп айтқыңыз келсе қалай айтасыз? I won't help. Мен көмектеспеймін. Көмектеспеймін деп айтасыз. Ал көмектескім келеді деп айтсаңыз, I want to help болды. I want to help. Мен көмектескім келеді. Мына жақта да қысқартылған түрлерін жазып шығайын, жаңа I'll болды. I'll деп айтсаңыздар болады. Немесе мына жерде де мына жаққа жазса He'll come tomorrow деп айтсаңыздар болады ауыз екі тілде. He қысқартылған түрі ғой былай. He'll come tomorrow деп айтсаңыздар болады. Бір қайталап шығайық. Examples. Will not, won't. I will do it. I'll do it. I will not do it. I won't do it. We will go to London. We will not go to London. We won't go to London. He will come tomorrow. He'll come tomorrow.
He will not come tomorrow. He won't come tomorrow. I want to dance. I won't dance. I will help. I'll help. I won't help. I want to help. Жақсы. Түсінікті болса, ары қаратай біз енді сұрақ қалай қоятындығына келетін болсақ, онда жаңағы сіздердің мына жердегі will, натсыз алдына will алдына кетеді. Сонда бізде былай болады. Will you go to school? Сен ертең мектепке барасың ба? Will you go to school tomorrow? Сенің досың келесі жылы келе ма? Will he, немесе will your friend come next year? Болды. Will-ды алдына шығарасыздар, не қажет зат есімді, бастаушылы қойасыздар, есімдіктерді қойасыздар, одан кейін етістікті қойасыздар, сонымен сіздерде дайын. Арнайы сұрақты да қалай қоюды үйреніп алсыздар деп ойлаймын, қалай, қашан, неге, кім дегенді ең алдына қоясыздар да, одан кейін әдеттегідей сұрақ жасауды осылай ретімен кете береді. Мысалға, ертең қайда барамыз? Сұрайды ғой, мысалға, мамалардан сұрайды, мама, біз ертең қайда барамыз? Where will we go tomorrow? Мен папам қашан келеді? When will my father come? Немесе when will he come? Ол қашан келеді деген сияқты. Мына жерде нақтырақ мысалдармен айтып кетейін, қазір түсінікті болу үшін. Мысалға, сұрақ қояйық. Сен үй жұмысын жасайсың ба? Жасайсың ба сен болашақта? Will you do it? Will you do it? Сұрақ қойған кезде оңай, Немесе сенің досың келесі жылы келе ма? Қызға айтады, мысалға. Болым түсірім жасақ қалай болады? She will come next year. Сұрақ жасау үшін не істейміз? Мына will-ды, мына жақтаға тұрғанды сіздер бар болғаны алдына шығарасыздар. Will she come next year? Ол келесі жылы келе ма? Келе ме? Одан кейін мысалға бір сөз жаттап алайық. Бір нәрсе болады, байтын произойдет дейді, происходит деп айтады ғой. It will happen. Не болды деп айтамыз? Бір нәрсе болды деген кезде осы happen деген қолданады. Енді ол бола ма деп сұрағыларыңыз келсе, бар болған істейсіздер, will-ды алдына шығасыздар. Will it happen? Will it happen? Ол бола ма? Енді мына жақта арнайы сұрақпен жасап көрейік. Ертең сен қайда барасың? Или біз қайда барамыз? Қалай болады? Where, бірінші ана where шығады. Where will кетеді. We go tomorrow. Болды, сөйлем дайын, Where will we go tomorrow? Немесе, жаңа айттық, менің папам қашан келеді, әкем? When will my father? Қараңыздар, my father деген екеуін қосқан кезде, екеуі бір мағынаны білдіреді. Кімді? He дегенді білдіреді. Таңғалмаңыздар, осы жерде my father деген he болды. When will my father come? Сондықтан, he-ді білдіргендіктен екі сөз. Сондықтан will оның алдына түседі. Мына жерде де сондай мысалға. Will my father will she come? Мына жақта ұмытып кеттім ғой, Will she come next year? Мына жерде де will my father come next year болады. When will my father come? Менің әкем қашан келеді? Бүгін кешке не істейсің? Немесе ертең не істейсің деп қалай сұраймыз? Неден бастаймыз, What will you do? What will you do? Енді арғатай сұрақты қоя берсеңдер болады. Дабыл сөздерде ертең, келесі жылы, келесі айы деген қоя берсеңдер болады. Тағы да бір мысал келтірейік. Неге дегенмен қалай еді? Why? Why will you help? Не үшін көмектесесің? Не үшін көмектесесің? Why will you help? Болды. Осымен сұрақтарыңыз дайын. Бір қайталап шығайық. Examples. Will you do it? Will she come next year? Will it happen? Where will we go tomorrow? When will my father come? What will you do? Why will you help? Жақсы. Түсінікті болса, енді арғатай осы жерген бекітіп аламыз, әдеттегідей. Болымды сөйлемін. Болымсыз түрін және сұрақ қоямыз. Енді болымды түрде ертең мен барамын.
Болашақта енді, болашақ мағынада мен барамын. I will go home. Мен үйге барамын. I will go home. Мен үйге бармаймын деп қалай айтамыз? I will not. Немесе қысқаша қалай айтамыз? Won't. I won't go home. Go home. Енді мен болып тұр, сен деп сұрақ қойып жүреміз бұл жерде. Will you go home? Сен үйге барасың ба? Бұл жерде бір жақсы he, she, it, I, you, they қарамайсыздар, will'ды алдыға, артқа шығара бересіздер болды. Келесі help them. Оларға көмектесесің ба? Мен оларға көмектесемін. I will help them. I will help them. Мен оларға көмектесемін. Мен оларға көмектеспеймін. Қысқашасында да үйрене берейік, I won't help them. Мен оларға көмектеспеймін. Сен оларға көмектесесің ба? Кешіріңіздер. Мына жерде he мен жасап жатыр екенбіз ғой. He will help them. Ол көмектеспейді. He won't help them. Оларға көмектеспейді. Енді ол көмектесе ме оларға деп сұрағымыз келсе, will he help them? Help them болады. Жақсы, бір қайталап шығайық. Go home. Үйге бару. I will go home. I won't go home. Will you go home? Help them. Оларға көмектесу. He will help them. He won't help them. Will he help them? Оларға көмектесе ме? Жақсы. Енді осы жерден түсінікті болса, айтын бұл келесі шақ, future simple өте қарапайым және түсінікті бір оңай нәрсе. Енді осыған байланысты, енді ары қарай білетіндер үшін тағы да кішкене қосымша айтып кеткім келеді. Be going to туралы айтып кеткім келеді. Be going to негізгі аудармасы. Бұны да біз болашақта болатын іс-әрекеттер туралы айтқан кезде қолданамыз. Бұның аудармасы бір нәрсені, кез келген нәрсе, бір нәрсе жасайын деп жату. Жасайын деп жату. Мысалы айтасыздар ғой, мен ұйықтайын деп жатырмын. Мен үйге барайын деп жатырмын. Мен үй тапсырмасын жасайын деп жатырмын деп айтқыңыз келген кезде, сіздер осыны қолданасыздар. Так, кеттік. Мысал келтірейік. Мысалдардан келтірейік. Мысалға, қараңыздар, енді will мен be going to айырмашылығына қарайық. I will do it. Мен жасаймын. I will do it. Және I'm going to do it. Do it. Бұл жердегі айырмашылығы, көбінесе will'ды сіздер болашақ туралы айтқан кезде және шешімді спонтанно дейді ғой, бірден қабылдаған кезде, мысалы, отырыңызда ешқандай план, жоспарсыз, сіз, мен оны жасаймын оны. Мен барамын үй тапсырмасын жасай салайын деп айтасыз. Ал мына жақта I'm going to do it деген мен жасайын деп жатырмын деген мағынаны білдіреді. It means that it is in my plan. Сіздің бір планыңыз, жоспарыңыз бар. Ол жасау керек, жасайын деп жатырсыз, себебі. Бірақ та ол сіз нақты бір 100% планда жасайтын нәрсе емес, Maybe I will do it. Maybe I will do it, but I'm not sure for 100%. Percent деген бұл, сіздердің білетін, процентті біледі. Percent. I'm going to do it. It is in my plan. Maybe I will do it, but I'm not sure for 100%. Сіз жасайын деп жатсыз, бір планыңыз бар, бірақ оны мүмкін жасайсыз, бірақ сіз 100% жасайтындығыңызға сенімді емессіз. Сол кезде сіз going to-ді қолданасыз. Аудармақты жаттап алсаңыздар болады, бір нәрсені жасайын деп жату. Мысалға, енді осы жерде сіздерге қалай жасалынатынын айтайын. Мынау be деген білесіздер, to be етістігі осы жақта өзгереді. Қалай өзгеретіндері am, немесе is, немесе are. Am, is, are. Оған не қосасыздар? Going to,
Және одан кейін бір кез келген етістікті қоя саласыздар, сіздің сөйлемдеріңіз дайын болады. Қандай сөйлем айтқыларыңыз келіп тұр, сол сөйлем дайын болып шығады. Мысалға келтірейік, мысал келтірсек түсіндіріктіре болады. Мысалға, мен ағылшын тілін жететпен үйренейін деп жатырмын. Сондай бір жоспар құрып жатсыздар, I am, көрдіңіздер, мына am-ді қойдыңыздар, going to қосасыздар. I'm going to learn English. I'm going to learn English with JetEd. I'm going to learn English with JetEd. Бұл жердегі will'дан айырмашылығы, сіз нақты бір жоспарыңыз бар. Жоспарланған кезде, мен оқиын деп жатырмын деп айтқан кезде going to-ді қолданасыздар. Енді бұл жерде тек қана I am going to деп қана қолданбайды. Мысалға, олар деп айтқымыз келсе қалай өзгереді? They are болып кетеді, уже. Өйткені білесіздер, бағана есімдіктерді өттік, алдыңғы сабақтарда I am, he, she, it, is, you, we, they are. Және is деген жекеше түрмен, are көпше түрмен қолданыла береді. Мысалға, келтірейік, they are going to invite her. Олар оны, бір қызды шақырайын деп жатыр. Бір жоспарларында бар. Ал былай айтсашы, they will invite her. Екеуінің айырмашылығы, мына жерде бір жоспарладыз. Бір шешіп қойдыңыз, алдын ала шешіп қойғансыз, мен оны шақырайын деп жатырмын деп айтасыз. Ал мына жерде отырасызда, ертең мен туған күнім болады десе, мен достарымды шақырамын, мен ананы шақырамын деп айта салған тікелей бір шешім қабылдаған кезде сіз will'ды қолдансаңыз болады. Ал бірақта енді болашақ туралы разговорный речь дейді, ауызекі тілде сіз екеуін де қолдана берсеңіз, бір қатты бір айырмашылығы жоқ. Сіздерді барлығы түсіне береді. Екеуін де қолдана берсеңіздер болады, қайсыны қолданамын деп мүлдем қолданбай қойғанша екеуін де қолдана беріңіздер. Ал енді тест тапсырайын деп жатқандар үшін, be going to бұл бір нәрсені жасайын деп жату, бір нақты бір план болады, бірақ 100%-ке сенімді болмайсыз. Ал will деген көбінесе болашақ туралы бір жай ғана болжап айтқан кезде, және тікелей бір шешім қабылдаған кезде қолданасыздар. Түсінікті деп ойлаймын, бір қайталап жіберейік. Be going to бір нәрсе жасайын деп жату. I will do it. I'm going to do it. It is in my plan. Maybe I will do it, but I'm not sure for 100%. I'm going to learn English with JetEd. They are going to invite her. They will invite her. Сонымен қатар, осы болашақ келер шаққа байланысты мен мынау туралы да айтып кеткім келеді. If және when'ді болашақта қолданылатын кезі туралы айтып кеткім келеді. Бұл жерде if немесе when, оған біз present simple'ды жалғау арқылы, present simple естіріңізде ма? Өттіге осы шақты жалғау арқылы осыны біз болашақ мағынада қолдансақ болады. Одан кейін біз future simple'ды жалғаймыз. Future simple. Қазір түсіндіремін сіздерге нақтырақ. Бұл негізі first conditional дейді. Бір олай терең деп айтпай қойын. Жалпы болашақ, келер шақ туралы сөйлесіп жатқандықтан, осыны қалай болашақта қолдансақ болады. Бұл айтамыз ғой, мысалға, егер де сен, if деген мағынасы негізі егер. Егер сен маған көмектессең, онда мен саған көмектесемін деген сияқты. Немесе егер де мен ұйқым келсе, шаршасам, мен ұйықтаймын деген сияқты. Бір шартты сөйлемдер айтқыңыз келген кезде, осы шақ туралы немесе келер мағынада айтқыңыз кезде, келер шақты айтқыңыз келген кезде, сіз осы структураны қолдансаңыздар болады. Қазір мысал ретінде келтірген кезде сіздерге түсінікті болады. Мысалға, if you сразу will қойғыларыңыз келеді, бірақ та мына жақта айттым сіздерге, бұл жерге осы шақты қоясыздар. Себебі мынау if және when деген бұл айтқанда шектеу қояды сіздерге. Бұл жерде will'ды қолдана алмайсыздар. If you do it, егер де бір нәрсе, it затты бір нәрсені. If you do it, I will be very happy. Сіздер мына жақта қолданамаңыздар, бірақ та екінші бөлігінде сіздерде will'ды қолдансаңыздар болады. I will be very happy. Егер де сен оны жасасан, онда мен бақытты боламын.
ауызектілдер қолдана берсеңіздер болады. Мысалға жаңа айттым ғой, мысалға мына жерде he, she'пен келтіруге, мысалға жақсырақ келеді. If he comes back. Осы жерде айтып кетейін, көбісі қатеге жіберетін бағанағы to be етістігіндегідей he, she'тен кейін s жалғауды ұмытпаймыз, өйткені present simple жалғаймыз деп айттым. If he comes back, we will tell her. Егер ол қайтып келсе, онда біз айтамыз. Мына жерде қолданбайсыздар will'ды. Will'ды екінші бөлігінде, future simple'ды екінші бөлігінде қолданасыздар. Мынаны былай белгілеп қойын. Осы кезде осындай мағынада қолдансаңыздар болады. Тағы да бір мысал келтірейін. If you learn English. Егер сен ағылшын тілін үйренсең, не болады? You will go abroad. Егер сен ағылшын тілін үйренсең, сен болашақта сен шетелге барасың. Сол кезде осы структураны қолданасыздар. If, одан кейін present simple'ды қоясыздар, you learn English. Одан кейін барып өтірден кейін сіздер you will go abroad деп future simple'ды қолдансаңыздар болады. When'да да дәл солай, жаңағыдай айтсақ, when he goes to London. Ол Лондонға барған кезде he will learn English. Мысалы, кейбіреулер сол шетелге барған кезде үйренеді. English. Ол Лондонға барғанда, ол сол жерде болашақта ағылшын тілін үйренеді. Жақсы. Бұл туралы келешекте де егерде курстарымызды оқып жатсаңыздар, ол туралы да айтып кететін боламыз. Енді to be етістігі туралы айтпадық, тура басқа шақтардағыдай бұл жерде де will be етістігі бар, be етістігі бар, бірақ та бір айырмашылығы, бағанағыдай will'дан кейін сіздер кез келген етістік қойдыңыздар ғой. Сол сияқты be деген етістікті де бұл жерде тек қана қоя саласыздар болды. Мысалы, мен үйде боламын деп айтсаңыздар, I will be at home. Бұл ерекшелік сондай, бұл жерге тек қана be'ді қоя саласыздар. Мысалы, үйге барамын дегенде де тура осы структура қолданады. Іс-әрекет етістігі болса да. I will go home. Мысалы, болымсыз түрінде бұл жерде not қоя саласыздар екеуінің орнына. I will not be a teacher. Айтасыздар ғой, мен болашақта мұғалім болмаймын. I will not be a teacher. Немесе, енді beautiful деген кішкене келмей қалды мына жерде. Мына жақта сұрақ қойған кезде де бір айырмашылығы, бұрында өткен шақта, осы шақта сіздер am, is, are, немесе was, were-ді шығара салатын болсаңыздар, мына жақта will мен be бөлініп кетеді. Себебі бұл жерде be кәдімгі етістіктің рөлімен жүре береді. Сонда will she come деген мысалмен кете береді. Қазір мысалмен бір келтірейін сіздерге. Тез мысалмен бір келтіріп жіберейік. Мысалға айтайық. I will be a teacher. Ол үйде болмайды. She will not be at home. Бір сұрақ ретінде жасап көрейік, мына жақта түсіну үшін. Will he be a teacher? Will, мына жақта will мен be бөлініп кетті, есімдіктің алдына шықты. Will he be a teacher болады. Осы to be етістігін бір бекітіп алайық. Әдеттегідей үш формасында жасаймыз. Болымды түрінде қалай болады? Қызық болады деп болашақта қалай айтамыз? It will be interesting. It will be interesting. Немесе қызықсыз, ол қызықты болмайды деп айтатын болсақ, it will not be interesting. Ол қызық болмайды. Қызық бола ма, бір кино, бір нәрсе қызық бола ма деп айтқыңыз келсе, will it be interesting? Will it be interesting болады. Жақсы.
Енді they мен болатын болса, бұл жерде ешқандай өзгеріссіз болмайды, сол will be-ді қоя бересіздер. Олар бақытты болады. They will be happy. They will be happy. Олар бақытты болмайды. They will not be happy. They will not be happy. Олар бақытты бола ма? Will they be happy? Will they be happy? Олар бақытты бола ма? Бір қайталап шығайық. Interesting. Қызық. It will be interesting. It will not be interesting. Will it be interesting? Happy. Бақытты. They will be happy. They will not be happy. Will they be happy? Жақсы, осы жерден сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді әдеттегідей ана сіздерге міне future simple-ға керек барлық кестелерді осылай сіздерге дайындап қойдым. Несімен time markersмен бірге, дабыл сөздермен бірге. Осыны аластарда қолдана бердіңіздер. Бүгіннен бастап, ертеңге қалдырмай, бүгіннен бастап алып сөйлеп кетіңіздер. Біреуге барып айта берсеңіздер болады. I will learn English. Немесе I'm going to learn English деген мағынада бастап қолданып кете беріңіздер. Өйтіп ағылшын тілінде сөйлеу үшін бір грамматиканы жаттап алып, оны сөздерді жаттап алып қолданбай жүргенге қарағанда, не үйрендіңіздер, сол нәрсені бірден әрекетке, бірден қолданатын болсаңыздар, бұл сіздерге әлде қайда пайдалырақ. Полиглоттардың, қанша полиглоттарын айту бойынша ең тілді үйрену жақсы түрі, олар алаткенде бір сөз жаттаса, барақта міндетті түрде бар қолданады. Мысалға, interesting деген сөзді жаттап алды ма, ол қате қолданса да, барақта it interesting дейді, мысалы, қате болса да. Немесе it is interesting, мысалы, the book is interesting деп барып біреуге қолдана береді. Сол сияқты сіздерде алдыңыздарда осы future simple-ды бірден алып қолдана беріңіздер.